Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңдеулер. Бүгінгі сабақта сен күрделі теңдеулерді шешіп үйренесің. Балақай, күрделі теңдеу деп отқанымыз екі немесе одан да көп арифметикалық амалдардан тұратын теңдеулер екен. Қанекей, осы күрделі теңдеулерді шығарып көрелік. Мысалы, мынандай теңдеу берілсін. 5 пен y-тің көбейтіндісі азайтылған 10 тең 15. Бұл жерде 5 пен y-тің көбейтіндісі белгісіз азайғыш болып табылады. Ал 10 азайтқыш, ал 15 айырманың мәні. Қанекей, осы теңдеудің шығару жолын қарастырып шығайық. Бұл жерде бірінші 15-ке 10-ды қосамыз, яғни айырманың мәніне азайтқышты қосады екенбіз. Сонда 15-ке 10-ды қосқанда 25 болады. Сонда 5 пен y-тің көбейтіндісі тең 25 деген қарапайым теңдеу шығады. Бұл жерден y-ті табу үшін 25-ті 5-ке бөлеміз. Сонда y-тің мәні 5-ке тең екен. Ал енді мынандай теңдеуді қарастырайық. 12 қосылған x пен 34-тің қосындысы тең 83. Бұл жерде 12 қосылғыш, ал x пен 34-тің қосындысы белгісіз қосылғыш, ал 83 қосынының мәні. Бұл жерде x пен 34-тің қосындысын табу үшін қосынының мәнінен қосылғышты азайтып тастаймыз. Яғни 83-тен 12-ні азайтамыз. Сонда 71 болады. Әрі қарай бізде 34 пен x-тің қосындысы тең 71 деген қарапайым теңдеу болды. Бұл жерде x-ті табу үшін 71-ден 34-ті азайтамыз. Сонда x-тің мәні 37-ге тең екен. Ал балақай, келесі теңдеуді қарастырайық. 63 бөлінген 15 пен x-тің айырмасы тең 7. Бұл жерде 63 бұл белгілі бөлінгіш екен, ал 15 пен x-тің айырмасы бұл белгісіз бөлгіш, ал 7 бөліндінің мәні. Белгісіз бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Яғни 63-ті 7-ге бөлеміз. Сонда 63 пен 7-нің бөлінісі 9-ға тең. Яғни бізде 15 азайтылған x тең 9 деген жай теңдеу пайда болды. Бұл жерде x-ті табу үшін 15-тен 9-ды азайтамыз. Сонда x-тің мәні 6-ға тең екен. Ал енді келесі күрделі теңдеуді қарастырайық. Бізде мынандай теңдеу берілген, 4 көбейтілген x пен 5-тің айырмасы тең 28. Бұл жерде 4 белгілі көбейткіш, ал x пен 5-тің айырмасы бұл белгісіз көбейткіш, ал 28 көбейтінің мәні. Бұл жерде белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтінің мәнін көбейткішке бөлеміз, яғни 28-ді 4-ке бөлеміз. Сонда 28 бен 4-тің бөліндісі 7-ге тең. Яғни бізде x азайтылған 5 тең 7 деген қарапайым теңдеу пайда болды. Бұл жерде x-ті табу үшін 7-ге 5-ті қосамыз. Сонда x-тің мәні 12-ге тең екен. Ал балақай түсінікті болса, тапсырмаларға көшейік. Ал балақай, келесі тапсырмаға назар аудар. Бұл жерде күрделі теңдеулер берілген екен. Қанекей оқып шығайық. Бірінші теңдеу. X пен 340-тың қосындысы азайтылған 152 тең 214. Келесі теңдеу. 800 бен y-тің бөлінісі азайтылған 300 тең 500. Қанекей, осы теңдеулерді шеш. Ал балақай, бірге тексерейік. Бұл жерде біз бірінші 214-ке 152-ні қосамыз. Сонда бұл қосынының мәні 366-ға тең екен. Сонда бізде x қосылған 340 тең 366 деген жай теңдеу пайда болды. Бұл жерде x-ті табу үшін 366-дан 340-ты азайтамыз. Сонда x-тің мәні 26-ға тең екен. Ал енді бірге тексерейік. Ол үшін x-тің орнына 26-ны қоямыз. Сонда екі жақтағы өрнектердің мәні бір-біріне тең болды. Яғни 214 тең 214. Яғни 26 деп тұрған мәніміз дұрыс екен. Ал енді келесі теңдеу. Келесі теңдеуде 800 бөлінген y азайтылған 300 тең 500 деген теңдеу берілген. Бұл жерде бірінші біз 500-ге 300 қосамыз. Сонда екеуінің қосындысы 800-ге тең. Яғни бізде 800 бөлінген y тең 800 деген жай теңдеу пайда болды. Бұл жерде y-ті табу үшін 800-ді 800-ге бөлеміз. Сонда y-тің мәні 1 екен. Ал енді тексерейік. Y-тің орнына 1-ді қойып тексереміз. Сонда бұл өрнектің мәні 500-ге тең болды. Яғни 1 деп тұрған мәніміз дұрыс екен.
Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамызда есеп берілген екен. Қанекей бірге оқиық. Айна бір сан ойлады. Оны 16 есе кемітті. Шыққан санды 15473-ке арттырып, 27857 санын алды. Айна қандай сан ойлады? Қанекей осы есепке теңдеу құр, оны шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Мынандай теңдеу құрастырамыз, яғни x пен 16-ның бөліндісі қосылған 15473 тең 27857. Енді осы күрделі теңдеуімізді шешейік. Бірінші 27857-ден 15473-ті азайтып тастаймыз. Сонда бізде x бөлінген 16 тең 12384 деген жай теңдеу пайда болды. Енді бұл жерде x-ті табу үшін біз 12384-ті 16-ға көбейтеміз. Сонда x-ің мәні 198144-ке тең екен. Ал енді бірге тексерейік. Ол үшін x-ің орнына 198144-ті қоямыз. Сонда бұл өрнектің мәні 27857-ге тең болды. Яғни теңдеуіміз дұрыс болып шықты. Сонда бұл есептің жауабы айна 198144 деген сан ойлады. Жарайсың. Ал балақай, келесі есебімізге көшейік. Қанекей бірге оқиық. Болат ойлаған санын 1000 есе арттырды. Нәтижесінде 25.000 мен 750.000 сандарының қосындысына тең сан шықты. Болат қандай сан ойлады? Қанекей осы есепке теңдеу құр, оны шеш. Ал балақай, бірге тексерейік. Мынандай теңдеу құрастырамыз. X көбейтілген 1000 тең 25000 қосылған 750.000. Бұл жерде бірінші біз 25000-ға 750.000-ді қосып аламыз. Сонда қосынның мәні 775.000 болады. Сонда бізде x көбейтілген 1000 тең 775.000 деген жай теңдеу пайда болды. Бұл жерде x-ті табу үшін 775.000-ді 1000-ға бөлеміз. Сонда x-тің мәні 775 тең екен. Енді тексерейік. Сонда екі жақтағы өрнектердің мәні бір-біріне тең болып шықты. Сонда бұл есептің жауабы Болат 775 деген сан ойлады. Жарайсың. Ал балақай, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен күрделі теңдеулерді шешіп үйренген болатынсың. Күрделі теңдеулер деп отырғанымыз екі немесе одан да көп арифметикалық амалдардан тұратын теңдеулер екен. Ал балақай, бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағым аяқталды. Класс KZ порталында көріскенше, қош, сау бол.